Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен менің ең сүйікті пирогым зебра пирогты дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге ерітілген сары май, жұмыртқа, қант, какао, қаймақ, ұн және ас содасы керек. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты аппақ болғанша соғамыз. Содан соң қаймақты салып, тағы да соғамыз. Ерітілген сары майымызды құйып соғамыз. Енді ас содасын ұнымызға салып, араластырып аламыз. Және де осы массамызға 2 бөліп саламыз. Жақсылап миксермен соғамыз. Енді осы массамызды 2-ге бөлеміз де, біріне какао ұнтағын саламыз. Және миксермен соғамыз. Формаға пергамент қағазын жаямыз, немесе майлап аламыз. Содан соң әр қайсысын 2 қасықтан кезекпен кезек саламыз. Содан соң бетіне осылай ағаш таяқшамен сурет саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, кішкене суыған соң формадан түсіре беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын.